Өткен жылы су ресурстары мен ирригация министрлігінің басшылығы маңызды жұмыстарды қолға алды. Делегация министрі су қоймаларын жаңғырту, гидротехникалық нысандарды жөндеу және су тасқынын алдын алу шаралары бойынша ауқымды жұмыстарды бастаған болатын. Министрлік өткен жылы 20 жобаны іске асырып, су саласын дамытуға бағытталған бірқатар маңызды қадамдар жасады. Аяқталған құрылыстар туралы айтсам, Ақтөбе су қоймасына 36 жылда алғаш рет реконструкция жасалды. Қазір қойманың сыйымдылығы 245 миллион текше метрге жетті. Ал Батыс Қазақстан облысында соңғы 58 жылда бірінші рет Киров су қоймасы жөнделді. Және де ирригация және де суару каналдар қалпына келтірілді. Бұл жұмыстардың нәтижесі қандай? Осындай жөндеу арқылы шаруаларға, фермерлерге арналған суармалы судың сапасын жақсартады. Өткен жылы еліміздің су тасқын аймақтарында 28 мыңға жуық саяжай зардап шекті. Бұл үйлер негізінен өзендер мен су қоймаларының жағалауларында орналасқан. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының су ресурстары және ирригация министрлігі жаңа су кодексін әзірлеуде. Жаңа кодексте су қорғау аймақтарының шекарасы айқындалып, су тасқыны кезінде қауіпті аймақтардан қорғау шаралары күшейтілетін болады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының су ресурстары және ирригация вице-министрі Нұрлан Алдамжаров мәлімдеді. Конечно же, водоохранная зона и полоса, она... Қолданыстағы су кодексі 2003 жылы қабылданған. 2003 жылдан 2017 жылға дейін жер кодексіне өзгерістер енгізілді. Яғни су қорғау аймақтары мен жолақтары анықталғанға дейін су қорғау аймақтары мен жолақтарына жер бөлінбейді деген норма болған. Алайда бұл саяжайлық массивтер 2009 жылға дейін салынған. Сондықтан заңның кері күші жоқ болғандықтан бұл саяжайлық массивтер әлі күнге дейін сол жерлерде орналасқан. Қазақстанда су шаруашылығы нысандарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 15 өңірде жаңа коммуналдық мекемелер ашылды. Олар су қоймалары мен гидротехникалық құрылымдарды күтіп ұстау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін атқарады. Қазіргі таңда республика бойынша 914 құрылыс коммуналдық меншікте орналасқан. Мұна өткен жылмен салыстырғанда жаңағы коммуналдық меншіктегі сол жаңағы дамба гидротехникалық құрылыстар мынау ауыл жаңағы әкімі және жаңағы бөлімдердің балансында болған, яғни жаңағы күтіп ұстайтын арнайы мекемелер болмаған. Сондықтан осы мекемелер өткен жылы құрылды. Қазіргі таңға оларға тиісті әр облыс әкімдігі тиісті техникалармен, тиісті мамандармен оны қамтамасыз етуде. Және де сол жаңағы гидротехникалық құрылыстарды коммуналдық меншіктегі сол мекеменің балансына береді. Ары қарай ол мекеме соның қауіпсіздігіне, оның тиісті қызмет жасауына жауапты болады. Су ресурстары мен ирригация министрлігі су шаруашылығы нысандарын жаңғырту және қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын белсенді түрде жүргізуде. Су қорғау аймақтарының шекараларын айқындау және су тасқынын алдын алу үшін жаңа заңнамалық өзгерістер енгізілуде. Сондай-ақ су шаруашылығы құрылымдарын күтіп ұстау үшін арнайы коммуналдық мекемелер ашылып, олардың тиімді жұмыс істеуі қамтамасыз етілуде. Бұл шаралар су қауіпсіздігін арттыруға және табиғи апаттардың алдын алуға бағытталған маңызды қадамдар болып табылады. Жангелді Жамалиев, Первый Северный телеарнасы.